Сәлем достар, бүгінгі менің каналымда квашеный капуста жасауды. Квашеный капуста ол ашытылған қырыққабат. Соған қатысты мен мынандай бір қырыққабатты сатып алдым. Оны дұрыстап тазалап, сыртын алып, жуамын қазір. Содан кейін квашеный капуста жасаймыз. Яғни ашытылған қырыққабат жасауды ұсынамын. Жуып дайындап алған капустамызды қазір кесіп аламыз. Соломка қылдырып, турап аламыз. Яғни бір ыдысқа салмай, бірден осы столдың үстіне қоя беретін боламыз. Өйткені қазір қысып жасаған кезеңде ыңғайлы болу үшін. Енді бір сәбіз қосамыз. Сәбізді теркадан өткіземіз. Негізі сәбіз қосудың мүлдем қажеті де жоқ. Просто әппақ болып тұрғанға қарағанда кішкене ішінде оранжевый болып, әдемі болып тұру үшін. Жаңағы сәбізімізді осылай теркамен үстіне өткізіп жібереміз. Міне осы дайындап алған қырыққабатымызды үстіне тұз себеміз. Тұзды осындай мөлшердегі мен бір дәу қасық не қостым, тұз. Ал мына кішкентай қасықпен мен 2,5 қосып жатырмын. Себебі кішкентай қасықпен қостым. Енді дәл осылай жейміз. Осындай банкаге салып, мұжып тұрып, престеп тұрып саламыз. Байқасаңыздар, су шығып тұр. Міне дәл осылай престеп салып алдық. Енді бетіне марлыны жабамыз да бөлме температурасына 3 күнге қойып қоямыз. Ал енді 3 күнге қойып қойғанда күнде 24 сағат өткеннен кейін мынандай ұзын затпен бүйтіп түбіне дейін салып ауа кіргізіп жасап аламыз. Сөйтіп 3 күн жасаймыз. Одан кейін бетіне крышка жауып холодильникке салып қоясыз. Сонда бұл ашытылған қырыққабат дайын болып шығады. Яғни квашеный капуста адам денсаулығына өте пайдалы. Әсіресе өкпе, тыныс алу жолдарына өте пайдалы деген ақпаратты дәрігерлер ұсынған. Сол ретте мен осы біреуді осы рецептпен жасауды дұрыс көріп сіздерге ұсынып отырмын. Рахмет тыңдағандарыңызға.